Арнайы жаңағы айтып отырған әрбір жоғары оқу орнының өзінің арнайы комиссиясы бар. Сол комиссия жас маманды жұмысқа жіберу тәртібімен, яғни бұл жерде ваканттық орындарды жинау мәселелерімен және жас маман өз бетінше жұмысқа орналасқысы келген жағдайда өзінің келісім шартын немесе жұмысқа шақыру хатына келуіне болады. Тек өз мамандығы бойынша. Өз мамандығы бойынша бұл жерде арнайы санаттар бар. Жаңа қайталап өтсек, бұл педагог мамандықтар сәйкесінше тек қана білім мекемесінде жұмыс істеу керек. Яғни педагог егер әкімдікке жұмысқа кірген жағдайда бұл отработка есебіне кірмейді. Сонымен қатар, мысалы, доктор философия PhD санатын алған азамат жай жоғарғы оқу орны, жай мектепте жұмыс істей алмайды. Өйткені ол жерде нақты белгіленген шарт бар. Ол докторларымыз, мысалы, бізде тек қана жоғарғы оқу орындарында, ғылыми ұйымдарда, Назарбаев зияткерлік мектептерінде, мемлекеттік мекемелерде тізім бойынша және жоғары училищелер мен колледждерде жұмыс істеу міндеті бар. Басқа жерде жұмыс істеуге рұқсат жоқ.